Сәлем достар, бүгін тұтас тауықты картоппен бірге духовкада пісіреміз. Хош иісті, сыртынан қытырлақ, іші жұмсақ тамақ. Алдымен тауықты жуып аламыз да қағаз сүлгімен жақсылап кептіріп аламыз. Содан кейін артық бездерін алып тастаймыз. Енді тауықты маринаттауға дайындаймыз. Маринад үшін паприка, қара қызыл бұрыш, тұз, сарымсақ және аздап май қосамыз да барлығын жақсылап араластырып, тауықтың ішіне сыртынан жақсылап жағып шығамыз. Маринад сіну үшін 1 сағатқа тауықты қойып қоямыз. Ал енді картопты тазалап, үлкен етіп тураймыз. Майонезге сарымсақты қосып, барлығын бір ыдысқа саламыз да, үстінен паприка, аскөк және тұз қосып, жақсылап араластырып, шетке алып қоямыз. Біздің тауық пен картоп дайын, маринады сініп, енді противенге май жағып, картопты, тауықты саламыз да, аздап қызанақ, аскөк қосамыз. Енді қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 1,5 сағат пісіреміз. Алғашында фольгамен жауып, сонында ашып қызарғанша ұстаймыз. Міне нәтижесінде керемет дәмді, шырынды тауық пен жұмсақ картоп дайын. Отбасылық кешке немесе қонаққа тамаша тағам ас болсын. Сіздермен болған Ақгүл Айдарқанова.